Сен де машинада су құтысын қалдырасың ба? Кәдімгі пластик бөтелке. Ішінде мөлдір су. Не болуы мүмкін дейсің? Енді көз алдыңа елестетші. Аптап ыстық, күн тікелей салонға түсіп тұр. Ал су құтысы үлкейткіш әйнек сияқты. Күн сәулесі бір нүктеге шоғырланады. Орындық матасына түсіп, түн басталады. Сәлден соң от, бұл аңыз емес. ақш-тың Айдахо штатында өрт сөндірушілер тәжірибе жасаған. Су құтысы шын мәнінде көлік орындығын тұтатқан. Нүктелік температурасы 100 градустан асады. Ал көлік салонының іші онсыз да ыстық пеш сияқты. Егер жанында қағаз, майлық киім жатса, от шығуына толық жеткілікті. Ал сен жанында болмасаң, көлігің түгел жанып кетуі мүмкін. Кішкентай ғана су бөтелкесі от тудыратын линзаға айналады. Сондықтан жазда оны көлік ішінде қалдырма. Орындықта да, сусын салғышта да жатпасын. Көлеңкеге қой, не өзіңмен бірге алып шық. Қазір тексер. Мүмкін сен біреудің көлігін, не өз өміріңді құтқарып қалған шығарсың.